Мінекей қараңыздар, каскамыздың жабыстырып болдық. Қараңыздар, міне 4-те бірге жабыстырдық. Содан кейін рет-ретімен 3, 2, 1. Соңында мына барлығын жабыстырып аламыз да, соңында бірінен бірді жабыстырып тастаймыз. Міне қараңыздар, басқа киілетін каска болды. Бұл касканы бағана біздер аюдың бетін жасадық қой, үлкен басын, соның ішінде тұрады. Бұның басына жаңағы каска адам басын киіп, ана жаңағы аюымыздың басы шайқалып кетпеу үшін осындай каска жасаймыз. Енді қазір мынаны тіреп тұратын жасаймыз. Оны келесі видеода көресіз. Мінекей каскамызды дайындап болдық. Қараңыздаршы, адамның басына дәл келеді. Біз енді барлығын бөліктерін құрастырып болдық. Енді біздер дублеремен осындай матамен қаптаймыз. Дублеренің ақ түрі де және қара түрі болады. Каскамыздың жарты бөлігінен дублереніміздің жартысын кесіп аламыз. Бізге осындай булавка қажет болады. Осылай бекітіп қыстырып алыңыздар. Сосын қиямыз. Қиып болғаннан кейін келесі жарты бөлігін тоже солай қыстырып кесіп аламыз да утюгтің парымен бастырып шығамыз. Осылай жасайсыздар. Маталарыңызды тегіс ұстаңыздар, складқа қалып қоймасын. Бұл касканың бір жартысын ғана қаптап аламыз осылай. Түгелдей қаптай алмайсыздар, склад болып қалады. Содан кейін барып ішкі жағына кірісеміз. Осылай қиып алған жарты бөліктеріңізді матаға бастырып шығуға болады, өздеріңізге ыңғайлы болады. Келесі бетін қаптап отырмау үшін. Каскамыздың жарты бөлігі осылай шығады. Келесісінде осыған бастырып алыңыздар. Қазір келесі видеода көрсетем, утюгпен қалай бастыру керегін. Міне каскамыздың жарты бөлігін матаның өлшеп қиып кері қадаймыз да утюгтің парымен бастырып шығамыз. Пармен бастыратын кезде дублеренде бұдыр жағы болады, сол клей болады. Бұл клей жағы бумен жабысады. Соны ұмытып кетпеңіздер. Жаңа біздер өлшеп алдық қой, каскамыздың бір жақ бөлігін дублеренді өлшеп алдық қой, каскаға қойып. Сол жарты бөлігін аламыз да, кері сондай етіп, дәл сондай етіп, тағы да дублеренді өлшеп аламыз. Сонда біздер каскамыздың оң жағында, сол жағында олай дублереннен ойып алатын боламыз. Матаның бұдыр жағы мына жағына келіп түседі, бірінші бетіне келіп, екінші бетін екінші жағына теңестіріп бастырасыздар. Ең бірінші мына жағын бастырып аламыз, сосын келесі бетін утюгпен бастырамыз. Алдық. Енді осыны утюгтің парымен басатын боламыз. Осылай жартысын қойып аласыздар да утюгтің парымен осылай бастырып шығасыздар. Мына жағы жаңа матаның клей жағын басасыңдар. Bir жағы тегіс, bir жағы бұдыр. Бұдыр жағы клейі. Осылай асықпай ұстап тұрып басып шығыңыздар. Төмендеге қарай кетеді.
содан кейін келесі бетін бастыратын боламыз. Бізде қазір дублері мен касканың ішін қаптаймыз. Оны келесі видеодан көрсететін боламын. Міне біз каскамыздың сыртын қаптап болдық. Пока артық жерлерін қимаймыз. Енді ішкі жағына кірсеміз. Ішкі жағында осылай жаңа сыртын өлшеп алғандай каскамыздың матасын осылай пішіп аламыз. 2 данадан жасаймыз. Мына кіли жағын ішкі жағына бастырамыз. Былай қойып алайық. Сосын утюгтың көмегімен бастырамыз. Сіздер бұл жерде мына сырт жағын қаптағанда түгелдей матаны алып Қаптасаңыздар да болады. Іш жағында солай түгелдей алып матаны қаптатсайыз. Сонда 2 бөлікті мата етіп алуға болады. Біздер қазір жартылай оң жағын алып жатырмыз, жартылай сол жағын алып жатырмыз. Іш жағында да жартылай сол жағын, жартылай оң жағын алып, төртке бөліп сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмыз. Ертең сіздер қолдарыңыз үйреніп кеткен жағдайда мына сырт жағын түгелдей алып қаптатсаңыз болады. Іш жағында солай түгелдей алып қаптатсаңыз болады. Іш жағын өте жақсылап пармен бастырамыз да дублерімізді жақсылап тастаймыз. Каскамыздың сырты жабысты, бәрін жабыстырып алдық, ішкі жағын бәрін жабыстырып алдық. Міне матаның кішкене шығып тұрған жерлерін қиямыз. Көп қиып жібермеңіздер. Қазір екеуін біріктіріп ине жіппен тігетін боламыз. Көп шығып тұрған жерін бәрін қиып тастаңыздар. Сосын екеуін беттестіріп тігіп аламыз. 1 сантиметрдей артық қалдырыңыздар. Міне осылай ине жіппен тігіп шығамыз. Әркім әртүрлі тігеді. Негізі қайырып тіккендерің жақсы. Матаңыз деген шықпайды. Қайырып тіксеңіздер. Мына сыртындағы мата мен ішіндегі матаны бір-біріне беттестіріп, білдіртпей тігіп шығамыз. Міне каскамызды тігіп болдық. Енді біздер деген ременшегін жапсырып тігіміз керек. Бізге осындай резинка керек. Төрттік, сосын сантиметрін айтам. Сосын мынандай кнопкасы керек. Мынау 28 сантиметр. Адам басына келгенде каскасы қаншалықты неде болады, өлшемде соны өздеріңіз қарайсыздар. Ұзартуға да болады, оны қысқартуға да болады. Тұсыны қысқа жағы. Ременшек таққан кезде адамның мойнына қажалмау үшін кішкене былай жаққа қарай қоясыздар орналастырып. Былай тігеміз қазір. Былай кіргізіп аласыздар, мына жерде несі бар өзінің деген саңылауы. Осы жерден былай тігіп тастаймыз. Сосын мына жерден тігеміз жанына қарай. Сосын келесісінде осылай кіргізіп алып тігіп аламыз да. Сосын бұл жағын, екінші құлақ шығына тігіп тастаймыз. Сонда осылай шығу керек. Ал мінекей қараңыздар, бас киімнің каскасына осындай резинканы қондырдық. Осылай тағып, касканы киіп алатын боласыз. Үлкен адамдарға созылатын ыңғайлы.